Бүгінгі сабақта конкуренттерге анализ бізге не үшін қажет? Біз брифингте клиенттен кемі 3 конкурентін сұрап алдық. Сол конкуренттер, значит, парақшасы өте әдемі, клиент соған қызығып жүрген конкуренттер. Солардың біз ең бірінші Инстаграм парақшаларына қараймыз. Инстаграм парақшалары қандай? Логотипі бар ма? Шапка профилі толық па? Хайлайтсы бар ма? Ішінде материалы толық па? Отзыв десе, отзывтар жазылып, соның бәрін жазып қойған ба? Скидка десе, бұрыннан мысалы скидкадағы киімдерін салған ба? Қанша пайыз скидка жасаған, акциядағы киімдері қандай, новинка киімдері қандай, қаншадан сатып жатыр, соны білеміз. Қанша подписчигі бар, контенті қандай, фото, видеосы қандай, оның сапасы қандай, мобилограф түсірген ба, немесе өздері түсірген ба, өздері түсірсе де әдемі қылып түсірген ба, немесе как попало сала салған ба. Осы ең бірінші Инстаграмына мән беріп, Инстаграм парақшасын қарап зерттейсіздер, бәрін жазасыздар. Логотипі бар, немесе жоқ, бар, бірақ онша емес, шапка профилі толық, немесе толық емес, немесе жоқ, хайлайтсы бар, бірақ ешнәрсе жоқ деген сияқты бәрін жазасыздар. Соған қарай конкуренттің де қаншалықты мықты екенін байқайсыздар. Қаншалықты уже конкуренттің если фото, видео сапалы, мобилографпен жұмыс жасаған, скидка, акция жасаған, неше түрлі ұсыныстар жасап тастаған, бізден біреу алсаң екеуі тегін деген сияқты рекламалар, рекламный роликтерде, контентте бар болса, значит, ол уже таргетологпен де жұмыс жасап жүр деген сөз. Подписчигін қарайсыздар. Подписчиг мысалы 18 мың, 8 мың, 10 мың, 100 мың, 50 мың деген сияқты көп болса, сразу рилс бөліміне қарап, рилстардың просмотрларына да қараңыздар, живой или не живой деген сөз. Рилстардың просмотры да көп болса, значит, ол реклама арқылы да көру мүмкін, рекламалда жүріп тұр деген сөз. Яғни Инстаграмына мән береміз. Екінші, сайты бар ма? Қаншалықты тез жауап береді, сайтында? Қандай утп қолданып жатыр? Қандай воронкалар қолданады? И сайтының сапасы қандай? Соны қараңыздар. Үшінші, қандай креативтер қолданды и қандай тексттер қолданды? Бұл уже рекламасында, рекламасы қандай? Соған қараймыз. Біз оны уже арнайы платформа арқылы білеміз. Библиотека рекламы деген. Енді оны давайте бірге жасайық. Google-ға кіресіздер, Google-ға жазасыздар. Библиотека рекламы Facebook деп, библиотека рекламы мета деп шығады. Осыған кіріп, Қазақстан болса, Қазақстан таңдайсыздар, бүкіл әлем бар. Бізге енді керегі Қазақстан ғой. Қазақстан категория дегенге все объявление деген таңдайсыздар. Мына жерге поисққа жазамыз. Сіздің клиентіңіз кімдер келді? Мысалы, мебель на заказ келген болса, маған мебель. Мебель на заказ дей бермеймін. Басқа да көп қой. Мысалы, мебель на заказ деп алайық. Женская одежда деп жазсаңыздар да болады. Обувь деп жазсаңыздар да болады. Сонда бүкіл Қазақстан бойынша мебельге кім қандай реклама жіберіп жатыр, солардың рекламаларын бізге көрсетіп беретін болады. Мысалы, ең бірінші тұрғандары бұл жаңадан қосылған рекламалар деген сөз. Біз ең астына түсіреміз. Ең астындағы рекламаларды қараңыздар. Ол, значит, бұрыннан жүріп тұрған рекламалар. Яғни өтімді деген сөзді, өтіп тұр деген сөз. Міне қараймыз осылардың. Мысалы, макеттерді қараңыздар. Оруджары дейді. Жетісу жиһаз деген мақаншы мына жерде қалаларға көрсетіп қойыпты. Детский кровать, андай-мындай, оферін. Мына жерде мына жердің сөздерін қараңыздар. Өздеріңізге керек сөз болса, копировать етіп, өз жеріңізге сохранить етіп қойсаңыздар болады, чтобы өзгертетін жерлерін өзгертіп, қосатын жерлерін қосу үшін. Видеоны көріңіздер. Өшіріп қоямыз. Сөйтеміз да, мысалы, енді мына клиент. Құрметті достар, Жиһаз Абай дүкені сіздер көптен күткен жеңілдіктер науқанын бастайды. Жеңілдікке түскен жиһаздарға жол.
Келесі мебель на заказ міне. Кез келген мысалы осылай мебельдерді көрсеңіз болады. Астыға қараймыз да, мына алматинцы деп тұр, яғни только алматылықтар көрсін деп. Көрдіңіз ба, офері қандай сөздер қолданған. Астыға түсіп, міне осыларды көріп, конкуренттерге осылай анализ жасаймыз. Басқа конкуренттер не реклама жіберіп жатыр, иә? Қандай рекламасы активный, қандай офер қолданып жатыр, мына жағындағы сөздерге не жазып жатыр, керек сөздерді олай копировать етіп, өздеріңізге сақтап алып, келесіде қолдансаңыздар болады. Міне дәл осылай конкуренттерге анализ жасаймыз.